الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Bizler Mülk Suresi'nin tefsirinden sabah ötüp жатқан edik. Mülk Suresi'nin 13. ayatına gelip toxtağanbız. Allah Teala aytadı: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Yani ey adamlar, sендер сөздеріңді жасырсаңдар да, немесе әшкере қылсаңдар да, барлық жағдайда Алла біліп тұрады. Әлбетте, ол жүректердегі сырларды білуші дейді. Мекке мүшриктері өз араларында сөйлескен кезде, өз араларында әңгіме дүкен құрған кезде, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жамандап, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарсы айла шырғылар жасаған кезде, Аллах субханаху ва тағала олардың пайғамбарға қарсы қалай айла жасап жатқанын пайғамбарға жеткізетін. Қандай әңгімелер болып жатқанын, қандай тұзақ құрып жатқанын, қандай жоспарлар жасалынып жатқанын пайғамбар саллаллаху алейхи қарсы пайғамбарымызға білдіретін. Сол кезде Мекке мүшриктері өз араларында келісіп, біз сөйлескен, құрған жоспарларымыздың барлығын Мұхаммед біліп қойып жатыр. Бізден бір адым алда жүр. Егер біз бұлай кете берсек, Мұхаммедті жеңе алмаймыз. Сондықтан да біз айла шыр құрған кезде, Мұхаммедке қарсы жоспар құрған кезде жасырын сөйлесейік, жай сабырлап сөйлесейік деп бір-бірлеріне айтсады. Сол кезде Алла Тағаланың осы аяттары түседі. Яғни сендер сөздеріңді жасырсаңдар да, немесе әшкере қылсаңдар да, Алла Субханаху ва Тағалаға ол бәрі бірдей. Адамдар жасырын сөйлейді ма, яки болмаса әшкере сөйлейді ма, яки болмаса қалай, қандай жағдайда сөйлемесін, Аллах Субханаху ва Тағалаға бірдей. Тіпті Аллах Субханаху ва Тағала жүректердегі сырларды біледі. Не ойлап тұрғанын біледі адамдардың. Қандай ойда болып жатқанын біледі. Яғни сондай ұлы зат екендігін осыдан түсінеміз. Егер Аллах Субханаху ва Тағала жүректердегі біздердің не ойлап, не нәрсені ниет қылып жатқанымызды білетін болса, онда іс әрекетімізді көріп біліп тұруы лайықтырақ. Демек, біздер Аллах Субханаху ва Тағаладан әрбір ісімізде қорқып, әрбір ісімізде соның есебін жасауымыз тиіс. Әла я'ламу ман халақ ва хуал латифул хабир. Ақыры жаратқан өзі жоқтан бар еткен нәрселерін білмейді ме? Ол мейірімді және барлық нәрседен хабардар дейді. Бір адам сұрақ қою мүмкін. Мақыл сөйлегенді бірер, мақыл іс әрекеттерді көрер, бірақ жүрекке жасырылған, әлі іске аспаған, әлі жүзеге шықпаған нәрселерді Алла Тағала қалай біледі? Адамның ойына келген дүниелерді Алла Тағала қалай біліп қояды деп сұрауы мүмкін. Соған Алла Тағала «Әла я'ламу ман халақ» деді. Яғни жаратқан өзі жоқтан бар еткен нәрселерін білмейді ма деді. Мысалы, біз шетелден бір көлік алатын болсақ, ішінде инструкциясы, оның қалай баптауларын жазылған кітапшасы болады. Ана кітапшаны алып лақтыр жүрмейміз ғой. Мынау бізге керек емес. Мына көлікті мен бұл көлікті құрастырған, бұл көлікті өнер тапқыштардан да, ойлап тапқан өнер тапқыштардан да жақсы білемін демейміз. Демек, мына жерге бұлай қойған екен, демек мынандай бар екен, бұлай екен, демек бұлай бар екен деп, соған сүйенген халде іс жүргіземіз. Ал Аллах Субханаху ва Тағала өзін сипаттап, «Әла я'ламу ман халақ» дейді. Жаратушы өзі жаратқан нәрселерін білмейді ме дейді. Әрине біледі, әлбетте біледі. Ол жаратушы Алла Тағала біздің ойымызға не нәрсенің кіріп шығып жатқанын, не нәрсені ниет етіп жатқанымызды, өзгелер жайлы, айналамыз жайлы, кім жайлы қалай ойлап жатқанымыздың барлығын білуші. Неге? Өйткені Алла Тағала жаратушы, өзінің жаратқан жаратылыстарының барлығын
5 саусақтай біледі. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhin nushur дейді. Яғни ол Алла сендерге жерді көнбіс бойсынушы етіп қойған. Енді ол жердің әр жағында сейіл саяхат жасап, немесе саудамен, немесе диқаншылықпен кәсіп етіп жүре беріңдер. Және Алланың берген рызық несібесін жеңдер, жалғыз оның алдына тіріліп шығу қайту бар дейді. Аллах субханаху ва тағала бұл жерден біз екі нәрсені түсінеміз. Біріншісі, Аллах субханаху ва тағала бізге мына дүниені барлығын бойсындырып қойды. Аспандарды бойсындырды, тауларды бойсындырды, жан-жануарларды бойсындырды. Бүкіл жер планетасы бізге қызмет қылып жатыр да. Неге жер планетасы жаратылыстардан бізгеден күштірек болған арыстандарға қызмет қылып жатқан жоқ? Неге жер планетасы бізден көбірек болған құмырсқаларға қызмет қылып жатқан жоқ? Неге жер планетасы маймылдардың бір түріне де қызмет қылып жатқан жоқ? Кейбіреулер айтады ғой, маймылдан пайда болған адамдар деп, эволюция арқылы туындаған деп. Неге тек қана адамзат атты бір ғана жаратылыс қана шықты да бүкіл әлемнің барлығы сол адамның қызметіне жұмылдырылды? Егер кішкене осы нәрсені ойлап көретін болсақ, адамның өзін маймылдан шыққан емес, адамның өзі арнайы бір мақсатты түрде жаратылған бір жаратылыс екенін түсінсек болады да. Арнайы мақсатты түрде жаратылған бір жаратылыс екенін түсінсек болады. Тектен тек бір кездейсоқ туындап қалған дүние емес екенін түсінсек болады. Өйткені кездейсоқ туындап қалған дүние болғанда еді, онда бізден де басқа осы әлемге иелік ететін, бізден де басқа осы әлемге қожалық ететін бір жаратылыстардың түрі болатын еді. Ана Голливудтың киноларындағы секілді бір құбыжықтар дейміз ба, бір жаңағы не дейді, жан-жануарлардан болған бір әскерлер дейміз ба, басқа неге олардың ешқайсысына Алла тағала ақыл беріп, олардың ешқайсысына мына әлемді бойсындырып қойған жоқ? Мына әлемнің барлығын Алла тағала бізге бойсындырып, бізге жеңіл етіп қойды да. Егер Алла тағала осыны біздің ырқымызға жықтырып бермегенде, біздің күш құдіретіміз, қауқарымыз мынандай үлкен әлемге жетпеген болатын еді. Егер ғарыштан қарайтын болса, адамзат көрінбейді де, тіпті мүлде көрінбейді негізі жер бетінде. Сондай бір өте нәзік, сондай бір кішкентай ғана жер шарымен салыстырғанда бір жаратылыспыз біз. Демек, осы бар екен, Аллах субханаху ва тағала бізді тектен тек жаратқан жоқ деген ойға итермелейтін дүние бар. Аяттың екінші пайдасы, Алла тағала мұсылмандарға, жалпы мұсылмандарға жүзденіп тұрып айтып жатыр дейді да, қаратып тұрып айтып жатыр дейді. Ей мұсылмандар, жерді сендерге көнбіс бойсындырып қойдық. Дүниелеріңе қажетті болған нәрселеріңнің барлығын істеп алыңдар. Ғылым технология дейміз ба, ауыл шаруашылыққа керек нәрсе дейміз ба, қандай нәрсе бар? Киім кешек дейміз ба, барлығын жасаңдар. Өздерің қолдарыңмен игеріңдер соны деген шақыру бар дейді. Осы аяттарға амал қылған кезде, ислам әлемі жалпы әлемде ғылым технологиядан алда тұрды да. Қазіргі Испания мен Португалияның орнында 6-7 ғасыр бойы өмір сүрген Андалусия деген мемлекетті интернеттен іздеп көрсеңіздер болады. Европаның өзінің ғалымдары сол Андалусияның заманын жарық замандар еді дейді, нұрлы замандар еді дейді. Британиядан, Англиядан, Франциядан адамдар сол Андалусиядағы оқу орындарында оқуды армандайтын болған. Аббасидтердің кезіндегі даналық үйі секілді үлкен-үлкен оқу ордалары болған. Бейбарыс бапамыздың іргесін қалаған мына Әл-Асқар университеті әліге дейін қызмет қылып жатқан сол санаулы ең ғұмыры ұзақ 3-4 оқу ордаларының бірі тоқтаусыз үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан. Біз осы аяттарға амал қылған кезде осылай өркендедік та. Имам Науауи рахималлаху тағала айтады, осы
аяттың тәпсірінде. Алла тағала осылай деу арқылы сіздер мен біздерге дүниеге керекті болған барлық нәрсені, тіпті инеге дейін өзіміз ойлап тауып, өзіміз шығар деген бұйрық. Себебі сол өзге ұлттар, өзге халықтар, өзге діндегілерге берілген мүмкіншілік бізге де берілген. Біздің халықтарға да берілген, біздің ұлттарға да берілген. Жапонияның астындағы жер біздікінен басқаша жер емес. Европаның астындағы жер біздікінен басқаша жер емес. Олардың да жерлер біздікі секілді. Олар да Алла тағала осы жер шарын бойсындырып қойғандығы үшін содан пайда алып, өздерінің дүниелеріне керекті нәрселерді тауып жатыр. Сөзін жалғастырып айтады, өйтпеген жағдайда мұсылмандар өзгелердің технологиясына, өзгелердің шығарған дүниелеріне мұқтаж болады дейді. Осыдан 9 ғасыр бұрын айтқан ғалымның сөзі. 9 ғасыр бұрын айтқан ғалымның сөзі осы. Біз момын мұсылмандар барлық салада алда болуға тырысуымыз керек. Өз саламыздың шыңына шығуға талпынуымыз керек. Өз саламыздың шыңына шығуға талпынуымыз керек. Және дүниелік қажеттіліктердің өзін өзіміз өндіретін деңгейге шығуымыз керек. Аяттан осындай мағына туындап тұр дейді тәпсірші ғалымдарымыз. Алла тағала екі дүние жүздерімізді жарық қылсын. Хада валлаху алям ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.